18 хадис. Қайырлы істерге немқұрайлы қарамау керек. Абу Хурайрадан риwayat етілген хадисте Хазіреті пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлем болсын: ей мұсылман әйелдері, көршісіне қойдың бір бөлшегі болса да көрші әйелге сый немесе садақа беруді асынбасын. Хадиске түсініктеме. Араб тілінде фиртин деген сөз түйенің табанына айтылады, бірақ хадисте бұл мағынада айтылып тұрған жоқ. Сонымен қатар араб халқының әдет ғұрпында қойдың жамбасын немесе санын сыйға тарту жоқ болатын. Мұндағы мақсат сыйлықтың аздығы мен көптігі емес, бір нәрсені шын ықыласпен беру. Өйткені жомарттық қолдағы бар нәрсені бере білумен өлшенеді. Яғни меншігіндегі затты аз демей мүмкіншілігі барынша беруге тырысу қажет. Шынайы ықыласпен берілген түйірдей нәрсенің сауабын Аллах тағала көбейтеді. Ал қыруар мал шын ықыласпен берілмесе, Аллах тағала оның сауабын азайтады. Садақа яки сый-сияпат парыз әрі нәпіл құлшылықтардың біріне жатады. Мұндай ғибадаттың қабыл болуы үшін төмендегідей екі шарттың болуы тиіс. Біріншісі, Құран мен сүннетке қайшы келмеу керек. Екіншісі, ықылас әрі шынайы ниетпен орындалу қажет. Егер осы аталмыш шарттардың біреуі кем болса, құлшылықтың ешқандай сауабы болмайды. Әлдекім өзіне шынайы ниетпен берілген сыйды аз деп қабылдамаса, ислам тұрғысынан жағымсыз іс болып саналады. Кәміл мұсылман өзгеге қол жаймайды, бірақ өзіне берілген нәрсені қабылдайды және өз қажеттілігінен артылса, оны сыйға береді. Осылайша сый берген бауыры мен өзі сый алған бауырының көңілі толып, өз араларындағы бауырмашылдық арта түседі. Сыйға берілген затты асынып қабылдамау көргенсіздікке жатады. Мұндай қылық тек қана шайтанға тән. Қорыта айтқанда, мұсылман әйелі өзін ғана ойламай, көрші әйелдің де жағдайын ойлап, онымен жақсы мәміледе болып, шын ықыласымен аз да болса сый-сияпат жасау айтылған хадиске амал жасағандық болмақ.